Үйде 2 литр құлдың сүті бар еді. Байқамай бірнеше күн тұрып қалыпты. Енді ашып қарасам, кішкене ащы татып, ашыңқырап қалыпты. Сосын ақты төгуге болмас, ысырап болар дедім да, күшті бір нәрсе жасап жіберейін дедім. Сосын оны алып, қазанға құйдым да, газдың астын барынша қаттырақ жағып, қақпағын жауып қойдым. Сәлден кейін осылай қайнай бастағанда, газдың астын ең жай отына қойып қойдым. Осылай жарты сағаттай қайнаттым. Нәтижесінде сүттің сары суы толығымен бөлініп, сүзбеге айнала бастады. Оны қалың болып қабатталған дәкеге осылай сүзекінің көмегімен барлығын сүзіп алдым. Негізінде осындай ашыған сүттен қызыл ірімшікті де жасауға болады. Ал оның қалай жасалуы рецептін алдыңғы видеомда көрсеткен болатын. Сол жерден қарап жасай берсеңіз болады. Ал бұл жолы тез дайын болатын сүзбе жасайын деп шештім. Сүзбенің дәмі кәдімгі сүзбелерден ешқандай айырмашылығы жоқ, дәмді болып шыққан. Ал сары суын банкаға құйып қойып қойдым. Сары суынан құймақ, пирог немесе мен сияқты кекс пісірсеңіз болады. Үйде бір ғана жұмыртқа қалған екен, соны пайдаланып кекс пісіріп жіберейін дедім. Ал кекстің толық рецептін видеоның астындағы описанияда қалдыратын боламын. Кекстің дәмі кәдімгі сүтпен жасалған кекстен ешқандай айырмашылығы жоқ, тәп-тәтті болып шыққан. Видео ұнаса, жақындарыңызбен бөлісіп, олардың да біліп жүруіне себепші болыңыз. Ал қажетіңізге жарап жатса, сіз үшін қуаныштымын. Сіздермен болған Замира. Видеоға лайк басып, комментарий жазуды да ұмытпаңыз.